Сәлем қыздар, бүгін сіздермен кондитерлік дүкендегідей жұмсақ, дәмді болып шығатын бауырсақ дайындаймыз. Оның құрамына су, сүт, сұйық май, тұрыш, тұз, майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзын ертіп, үстіне ұн қосып, жұмсақ қып қамыр илейміз. Қыздар, бәрінің құрамын, қанша грамм кеткенін описание бөліміне жазып кетемін. Осылай бетіне кішкене сұйық май құйып, осылай бетін жауып 1 сағатқа қойып қойдым. Мінекей қыздар, қамырым жұмсақ болып, әдемі болып көтерілді. 4 бөлікке бөліп алдым. Және де осылай стаканның көмегімен әдемілеп, дөңгелектеп, жұмсақ қамырымды осылай бөліп алдым. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес қып, орташа қылып жайдым. Мінекей қызып тұрған тапама бауырсақтарымды салып пісірдім. Осылай пісіріп аламыз. Екі беті қып-қызыл болып, әдем қып пісіреміз. Осылай әдем болып шығады, көтеріліп, пышный болып, жұмсақ. Осы рецептімен жасасаңыз, үнемі осыны пайдаланатын боласыз. Өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Дәмі деген енді тәтті болады. Мінекей, қараңыздаршы, пышный, үлпілдек болып шығады, жеп-жеңіл. Барлығыңызға кеңес беремін осы рецептпен жасап көруге. Екінші бөлігін салдым. Аяғыңыз қатты қызып тұрса, осылай тез-тез жай өтіп қойсаңыздар, бауырсақтарыңыз қатып пісетін болады. Орташадан сәл көтеріңкі отта осылай екі бетін қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Қыздар, назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта қандай рецептілер салу керек екенін бөлісетінімді комментарияға жаза кетіңіздер. Жаңадан бастап жатқан каналға қолдау ретінде подписаться етіп тіркеле кетіңіз. Лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.